Еркекте бір нәпсі, 9 ақыл бар. Әйелде бір ақыл, 9 нәпсі бар. Еркек 9 ақылмен бір нәпсісін жеңе алмайды екен. Әйел бір ақылмен 9 нәпсісін жеңе алады екен. Ашу боран секілді. Біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Адамның ақылы сөзінде тұрады, нұры көзінде тұрады. Адамның аузына келген сөз ақылмен келу керек. Сөйлеу үшін ойлау керек, жұту үшін шайнау керек. Ойланбай сөйлеген сөз адамды опыққа апарады. Дүниедегі ең асыл тіл араб тілі. Одан кейін түрік тілі, түрік тілінің ішіндегі гауһары қазақ тілі. Адамдар арасындағы ең қиын, ең қымбат нәрсе бір-бірін түсіну. Жақсылар өтіп кетті бұрын бізден. Біз адастық жақсылар салған ізден. Ешкімге өкпе қылу дұрыс емес, не берсе, берді Құдай пейілімізден. Көп ақша жинап, асқан бай болу үшін көп ақыл керек емес. Ар ұятты аттап өтетін арсыз болсаң, болды, сол жеткілікті. Нәпақа табам деп, өмір сүруді ұмытып кетпе. Бұйырған бақ кетпейді, кімдер қайғы шекпейді. Жетпейтін қу дүние ешкімге де жетпейді. Иманыңа берік бол, Алла бәрін реттейді. Қалған майда шүйделер ештеңе етпейді. Түтіп жеп, тұс-тұсыңнан талау ғазір, арамда, алаяқта араңда жүр. Алланың өзі қолдап қорғамаса, адамды аямайды адам қазір. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңында тұру керек. Шын мәнінде бәріне бәрібір, өмір сенікі ғой. Сөзің өтсін десең, не билігің болсын, не байлығың болсын. Біз жаман адамдардың істеген істерін жеңу үшін жақсы адамдардың психологқа мұқтаж болған таң қаларлық әлемде өмір сүріп жатырмыз. Адамды бұзатын не? Тағы сол атақ, ақша, арақ, осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Қартайғанда адам соқа басы сорайып, жалғыз қалады. Өйткені қыз күйеуге кетеді, ұлды келін әкетеді. Сонда сенен атақ, ақша, абырой, бала бәрі безгенде, қыңқ етпестен қалқайып, қасыңда қалатын бүкіш кемпірің ғана болады. Адам боп сүрген аз дәуреніңді 50 жас па, 100 бе, бәрібір оны аяқтап, мәңгі келмеске бірге аттанар сенімді серігің де сол. Сол жалғыз серігіңе өмірде адал болмағаның өзіңе ауыр. Одан айырылып, жалғыз қалғаның одан да қиын. Мұны еркектер ойлауы керек. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл. Кісіге сөйлей тұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейтін кезіңді біл. Бір сүйген адамыңды мәңгі сүйіп өтуге болады. Бұл махаббаттың күшінен ғана емес, адамның мінез құлқының тұрақтылығымен байланысты. Біреулерге Құдай бәрін береді. Байлық та бар, алтын, гауһар, інжу, маржан, бәрі бар. 4 құбыласы сай, бірақ иман жоқ. Ең сорлы адам сол, бір кем дүние. Мұнай сатып, байи алмадық. Уран сатып, байи алмадық. Алтынды да саттық, көмірді де саттық, ананы саттық, мынаны саттық. Енді жерді сатып,
бір жерімізді жамаймыз деу барып тұрған арсыздық. Біреулер сендей жоқ дейді, біреулер сендей көп дейді, пайдаң болмай қалса егер, сені керек етпейді. Қазіргі жастардың хоббиі шағымдану және мағынасыз бос әңгімелер. Сәтсіз қарым-қатынастар, сабақтағы проблема, бастығым жаман. Мұның бәрі далбаса. Егер сенен ештеңе шықпай жатса, онда жаман тек сен ғана. Адамға үлкен дұшпан, жұтқан тамақ, үлкен жау, ұйықтамасаң болар қабақ. Тығынын бір тесіктің толтырам деп, күнәні үсті-үстіне жүрміз жамап. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Байлық қанағат пен еңбекте. Тегі жаманды тең тұтпа, тілегі жаманды ес тұтпа. Тегі жаманды ес тұтсаң, төріңе шығар. Тілегі жаманды ес тұтсаң, төбеңе шығар. Хакім Абайдан: бұл өмірде кімнен, неден жеңілдіңіз деп сұрапты. Сонда ұлы Абай: сөз ұқпайтын ақмақтан күнде жеңілемін деген екен. Біз қайда барамыз? Адамдықтан алшақтап, ақшасы барды ардақтап, қалатындай мәңгіге артына кіріп жан сақтап. Егер өзен суы тасыса, құмырсқалар балықтарға жем болады. Ал тартылып кетсе балықтар құмырсқаларға жем болады. Өмір алма кезек. Ер жігіт екі сөйлесе, ел алдында өлгені. Аяқсыз қалса шаруасы, тірідей өзін көмгені. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Діні барда ұлты жоқ, сақалы барда мұрты жоқ. Теке сақал қырма мұрт, елдің түбіне сол жетер. Әлемде жүздеген ұлттар, діндер, тілдер, нәсілдер мен мазхабтар болуы мүмкін. Бірақ адамдардың екі ғана түрі бар. Ар ұжданы барлар, ар ұжданы жоқтар. Әрбір еркекпін деген жігіттің ішінде ақырған бір арыстан бар. Ол намыс. Іштегі арыстанды шыңдамаған еркек сырттағы бөріге жем болар. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны өзі тапқан емес. Оған егер бір іліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Мына өмірде адамдардың қажетіне жарасаң ғана жақсысың. Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады. Қандай әрекет, қандай іс істесек те, соның рахатын көру біздің мақсатымыз. Сен қанша көңіл болған сайын, айналаң соншалықты арам, екі жүзді бола бермек деген екен. Мына заман қай заман, қас күнемге жай заман. Араздық пен өсекке өлшеуі жоқ бай заман. Өркенім өссін десең, кекшіл болма, кесапаты тиер еліңе. Елім өссін десең, өршіл болма, өскеніңді өшіресің. Басыңа іс түскен пақырға қастық қылма, қайғысы көшер басыңа. Бүгін сағы сынды деп, жақыныңды басынба. Әйелдің жан дүниесін 30 жылдық зерттеуге қарамастан, бұрын соңды жауап бере алмаған және әлі де жауап бере алмайтын
үлкен сұрақ. Әйел нені қалайды? Қасқыр азайып, ши бөрімен түлкі қаптаған заман-ай. Кез келген жағдайда үйленіңіз. Егер әйеліңіз жақсы болса, бақытты боласыз, ал жаман болса, философ боласыз. Қайрат деген қыран бар, қайғыға тізгін бермейтін. Қайғы деген жылан бар, өзекті шағып өрлейтін. Қолыңда барда адамсың, қолыңда жоқта жамансың. Қолыңнан келмей қалғанда шашылып қалған сабансың. Денсаулық болса амансың, барлығына бірдей жағарсың. Денсаулық сенен кеткенде, ешкімсіз жалғыз қаларсың. Керексіз жоқсың, тәмәмсің. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдары бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойла шырақ. Алатын кезде алға озып, беретін кезде артта бұғып қалатын. Алғаны мен бергенін жіпке тізіп санайтын адамнан аулақ жүр. Ондай адамнан құтылудың өзі үлкен олжа. Қара есектің басына жүген таққанмен тұлпар болмас. Күнге сары пәй шапан жапқанмен бәйбіше болмас. Арыстанда 40 жігіттің күші, бір жігіттің жүрегі бар. Қасқырда бір жігіттің күші, 40 жігіттің жүрегі бар. Абайлап сөйлеп сөзіңді, дұшпанның бірі тіл деген. Өзіңе жеңіл болғанмен, өзгеге ауыр зіл деген. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыздар. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыздар.